Ал мемлекеттік қызметтерді онлайн түрде алу бүгінгі күннің талабы, әсіресе пандемия басталғаннан бері сұранысқа ие. Алдымен ыңғайлы әрі қауіпсіз уақытты үнемдейді. Тек екінші тоқсанда ғана өңірде барлық мемлекеттік қызметтердің 94% онлайн форматта көрсетілген. Бүгінде көліктік бақылау инспекциясы 19 түрлі мемлекеттік қызмет ұсынады. Соның жетеуі күре жолда қатынайтын жүк көліктеріне қатысты. Жыл басынан көлік иелеріне 600-ден астам арнайы рұқсат берілген. Нәтижесінде мемлекетке баж салығы ретінде жиынтық құны 39 миллион теңге пайда түсті. Көлік бақылау органдарының қызметі негізі бағыты көліктік коммуникация кешеніндегі операторлардың нормативтік құқықтың актілерін сақтау, сондай-ақ автомобиль, теміржол, су көлігіндегі жұмыстарын істеу тәртібін айқындайтын Қазақстан Республикасының ратификациялаған халықаралық шарттарын сақтау, бағытталуы, жүзеге асыру, бұзушылықтарды анықтау және оларға жол бермеу бойынша шаралық қабылдау болып табылады.